Баршаңызға қайырлы кеш. Бүгін сіздерде духовкада жасалынатын тауық етінен шашлык пен көкөністерді бірге жасайық. Міндетті түрде қайталап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Ең алдымен тауықтың төс етін осылай орташа көлемде етіп турап аламыз. Оның үстіне сұйық майымызды, кетчупымызды, майонезімізді, тұз бен дәмдеуіштерімізді қосып, араластырып, 1 сағатқа маринадтап қоямыз. Барлығының өлшемін описаниеде жазып өтетін боламын. Сол жақтан ала аласыздар. Мұнан кейін көкөністерімізді маринадтаймыз. Сәбізімізді, картобымызды, болгар бұрышын, қызанағымызды осындай орташа көлемде етіп турап аламыз. Барлығын турап болғаннан кейін бір ыдысқа салып, сұйық майымызды қосып, дәмдеуіштерімізді саламыз. Көкөністерімізді де 1 сағатқа маринадтап қоямыз. Осылай жақсылап араластырып, бетін пленкамен жауып қойыңыздар. 1 сағаттан кейін қызып тұрған духовкамызда ыдысымызға фольга қойсақ та болады. Болмаса, кішкене май жағып, көкөністерді сала береміз. Себебі көкөністерде де, тауық еті де майға маринадталған. Осылай көкпиязымызды, сарымсағымызды қойып, шпажкаларға маринадталған тауық етін орналастырып, табамыздың үстіне қойып, қызып тұрған пеште 200 градуста 60-70 минутта пісіріп алатын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде қайталап көріңіздер.